Кайырлы күн, құрметті Жәмилә Нұрғалиқызы, құрметті оқытушылар, құрметтірген түлектеріміз және де қазір Жамбыл жоғары медициналық колледж студенттер. Бүгін біз колледжден кейінгі тақырыбында бітіріп кеткен түлек студенттерімізбен осындай еліміздің басына төнген індетке қарамастан сіздермен қашықтықта онлайн түрінде кездесуді ұйғардық. Алғашқы сөз кезегін Жамбыл жоғары медициналық колледжінің директоры Сарыбек Жәмилә Нұрғалиқызына береміз. Рахмет, Данияр. Тағы да барлықтарыңызға сәлематсыздар ма? Бүгінгі онлайн режимдегі түлектермен кездесуге қош келдіңіздер. Өз үлестеріңізді денсаулық сақтау жүйесіне, медицина саласына қосып жатсыздар. Азды көпті болса да кішігірім тәжірибе жинап жатсыздар. Алған білімдеріңізді ары қарай тәжірибелік медицинада қалай қолданып жатсыздар. Жалпы колледж қабырғасынан шыққалы, тәжірибеге барғалы қандай өзгерістер бар? Осы мамандықты таңдағандарыңыз үшін өкінбейсіздер ма? Бекалтаев Данияр, қазіргі таңда Түркістан қаласы Қожа Ахмет Яссауи университетінде стоматология факультетінде білім алып жатыр. Сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймын, өзіме көптеген пайдаларыңыз тиді. Жаңа достармен таныстық, расында небір қызық концерттерге бардық, концерттер ұйымдастырдық. Колледжден фундаменттен бардық, сол бір пайдасы тиді екен. Біріншіден осындай кездесу ұйымдастырған сіздерге үлкен рахмет. Алғыс айтамын. Сіздердің арқаларыңызда қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласында жұмыс атқарып жатырмыз. Келесі сөз кезегін Алимқұлов Әділетке берсек. Қазіргі таңда маған колледжде 10 жыл оқыған, тағы врач мамандығын берген, колледжде оқитын, колледж маған қатты емес, маған мектеп емес, кейбір мектеп дейді ғой, маған мектеп емес. Дұрыстың түлектеріміздің жетістіктеріне бізде қуанамыз. Біздің белсенді студенттер, мен өте қуаныштымын осы біздің колледжде белсенді білім алғаныма. Өте сіздердің арқаларыңызда өстіп біз білім алып, осындай іске жетіп жатқанымыз көп рахмет. Рахмет, саған да көп ары қарай осы медицина саласына еңбегіңді сіңіре бер. Сәлеметсіздер ма, түлектер? Біздің түлектеріміз жай ғана түлек емес, сіздер әрқайсысы жолдар тұрып алатын бұл колледж тарихында қалған активист студентсіздер. Бұрынғы суреттерді, альбомдарды қарап отырсақ, әрқайсысында өздердің суреттерін жарқырап, бір жерде өлең айтып жүрсіңдер, бір жерде билеп жүрсіңдер, костюммен жүрсіңдер. Сізді бәрін беріп, сіздерді ұшырып шығарып салдық. Алдағы уақытта сол білімдеріңізді, тәрбиелеріңізді үлкен өмірде де өздеріңізге қолданасыздар. Өмірлік сіздерге азық болады деген ойдамыз. Біреулер Рахымжанна, Динара Бердалина, кезегі сіздерде. Үлкен биіктерден көрініңіздер, жолдарыңыз әрдайым ашық болсын. Сәттілік баршаңызға. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сақ болыңыздар, аман болыңыздар. Колледж қабырғасында аман есен кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Сау саламат болыңыздар. Өмір кілті, өмір кілті, өмір кілті сіздерде.